Hi guys, how are you? Біз бүгінгі сабағымызда ағылшын тілін қалай тез үйренуге болады деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Ағылшын тілін үйрену үшін біз алдымен өзіміз сөздік жаттап үйренеміз, ал тағы да ағылшын тілін үйрену үшін бізге мына 4 тәсіл қажет болады. Олар бізде жазу, оқу, тыңдау және де сөйлеу. Ағылшын тілінде біз жаттаған сөзімізді қағаз бетіне түсіріп жазатын болсақ, ол бізге сөзді есімізде сақтауға көп көмегін тигізеді. Екінші кезекте бізде оқу. Сіз бір күнде кемінде ағылшын кітаптың 5 бетін оқитын болсаңыз, сіздің тіліңіз ағылшын тіліне үйрене бастайды. Ал тыңдау барысында біз ағылшын тілінде кездесетін оқылуы мен жазылуы бөлек сөздерді айтып үйрене аламыз. Ең маңызды кезең бізде сөйлеу. Қаншама адамдар бар ағылшын тілінде көптеген сөздерді біледі, оқи алады, бірақ сөйлеуге қысылады. Негізінде қате сөйлеп жатырмын деп ойламай, барынша ағылшын тілінде сөйлей беруге тырысу керек. Мұндай жағдайда бізге ортамыз көп көмегін тигізеді. Егер сіз жаныңызға ағылшын тілінде сөйлейтін достарды жинай бастасаңыз, сіздің деңгейіңіз бірте-бірте жоғарылай түседі. Келесі айтатыным ағылшын тілінде көп сөз жаттауға көмектесетін әдістері. Бірінші, жаттаған сөзімізді 10 минуттан соң еске түсіріп қайталау. Екінші, жаттаған сөзіңізді 1 сағаттан кейін еске түсіріп қайталап көріңіз. Үшінші кезең, жаттаған сөзіңізді араға 1 күн салып еске түсіріп көру. Содан кейін араға 1 апта салып сіз жаттаған сөздеріңізді есіңізге түсіре алатын болсаңыз, онда ол сөздер енді үнемі сіздің есіңізде болады және ешқашан ұмытылмайды. Ағылшын тілін үйрену мұнымен тоқтап қалмайды. Осы кезеңдерден өткеннен кейін менің сізге беретін кеңесім ағылшын тілінде кинолар көру, фильмдер, немесе мультфильмдер. Қазіргі таңда ағылшын тілін үйренуге арналған фильмдер өте көп. Сіз осы арқылы өз ағылшыныңызды дамыта түсіңіз. Тағы бір әдіс, ағылшын тілінде көп әндер тыңдаңыз. Түсінбеген жерлеріңізді телефонға салып аударып алыңыз. Сол кезде ол сөз сіздің есіңізде өте жақсы сақталады. Кейін басқа әндерді тыңдап, ол әндердің сөзін сіз түсіне бастаған кезде сіздің қуанышыңызда шек болмайды. Енді сізге айтар соңғы кеңесім, үйренген, естіген сөздеріңіздің барлығын телефоныңызды қолыңызға алып, запись диктофонға жазып, өз даусыңызды өзіңіз естіп көріңіз және қатеңізбен жұмыс жасаңыз. Осы арқылы сіз ағылшынды өте жақсы деңгейде меңгеріп шыға аласыз. Oh yes, good luck! Сізге сәттілік тілеймін. Ағылшын тілін осылай оңай үйреніп, шетел асып саяхаттаңыз. Thanks for your attention. Bye bye!